Сәлем. Үйде жүріп амандасқан қызық екен. Бірақ қазір өзіміздің балалар сабағын бастаймыз. Көп ұзақ бізде перерыв болып қалды. Үзіліс. Қазір қайтадан бастаймыз. Бүгін бізде шыншылдық сабағы. Балалар әдеттегідей дұғалардан бастайық. Себебі біздің жүрегімізді рухани қасиетті бойымызды дамытатындықтан, рухани қасиеттер ол Құдайдың қасиеттері, жүрегімізді бірінші Құдаймен байланыстырамыз. Жақсы ма? Есікті алып көзімізді жұмамыз, ыңғайланып отырамыз, көзімізді жұмамыз. Білетін дұғаларымызды айтайық, сосын жаңасын жаттаймыз. Мені бірінші керек. Маған башы бол, мені сақта, менің жүрегіме жан-жақта, менің жарқыраған жұлдыз ет, сен құдіреттісің, әрі күштісің. Біз бүгін жаңа дұға жаттаймыз. Ол дұға былай айтылады. Уа, Тәңірім. Уа, Тәңірім. Маған маржандай пәк жүрек дарытшы. Что вот это русская, которая по-русски? Иә, апамыз сенің орысша айтатын, жақсы көретін дұғаң бар ғой. Соны біз қазақшасын жаттаймыз. Уа, Құдайым. Құдайым. Маған маржандай пәк жүрек дарытшы. Қайтадан қайталайық. Орысшасын білесіңдер ғой? Апамыз орысшасын айтшы. Он и есть Бог. О, Боже мой Боже, надели меня чистым сердцем, подобным жемчужине. Біз енді осыны біз қазақшасын жаттаймыз, жақсы ма? Жүректен шығады. Уа, Құдайым. Уа, Құдайым. Маған маржандай пәк жүрек дарытшы. Иә, бізде сондай жүрек болсын деп. Это как жемчужина на руке. Аха, иә. Қанды, соны алпамыз өзің айтып көр, қазақшасын айт. Уа, Құдайым. Маған пәк маржандай пәк жүрек дарытшы. Дұрыс, дарытшы. Рахмет. Енді бізде бүгін шыншылдық сабағы. Екіншісі, біз өлең айтамыз ғой, істеріңде ма? Да. Бұл жерде музыка... Цитата, оны музыкадан кейін. Бізде музыка жай естілетіндіктен біз билемейміз, жақсы ма? Билемей тыныш отырып жаттаймыз. Бүгін бізде шынайы сөздер деген, шыншылдық туралы шынайы сөздер. Ал, тыңдайық, Гүлжан апа. Айна бетінде тозаң болса, күн сәулесі көрене алмас. Құс қанаты лайға былғанса, ешқашан ол көкке ұшпас. Егер сөзіміз шыншыл болса, жанымыз біздің дамиды. Шындық қасиеттердің негізі, жанымыз біздің дамиды. Шындық қасиеттердің негізі, жанымыз біздің дамиды. Кеменің желкені жыртылса, ол енді алға жүз алмас. Көздеріміз көлегеленсе, ол ақиқатты көре алмас. Егер сөзіміз шыншыл болса, жанымыз біздің дамиды. Шындық қасиеттердің негізі,
жанымыз біздің дамиды. Шындық қасиеттердің негізі, жанымыз біздің дамиды. Қараңдар, мына өлеңде қалай айтылады? Кішкене разбор жасап көрейік. Қараңдар, айна бетінде, Вот так вот. Я- И зеркало на Я- лице, айна бетінде, на лице емес, на поверхности. на поверхности. Я айна бетінде егер шаң болса, мында шаң болып қап-қара болып кетсе, вот күн егер күн оған түсірсек, ол күн Мама, сәулесін что бере ма? сейчас? Мама, можно пример? Мгм, давай, пример. Сейчас принесу зеркало. Айна, мынау айнаның беті. Қараңдар, егер айна таза болса, ол күннің сәулесін шағыстырады. Көреді ме? Ал егер мынау, Давай вот это. ну давай. Сразу заодно помоем, заодно покажем пример. Давайте. Ал егер бір шаң, мысалы мынау шаң деп көз алдымызға елестем. Егер айнаның бетін шаң басып қалса, былай, ол шағылыстырмайды ештеңені. Көрдіңдер ма? Ол дұрыстап жұмыс істемейді, ештеңе көрінбейді ол жерде. Сол сияқты, егер құстың қанаты, иә, қанаттары лай басып қалса, балшықтар, ауыр балшықтар. Чтобы было красивее. Балам, келесі. Жаным, берші, пожалуйста. Келесі Давай. пример. Жаным, теперь біз құс туралы айтып тұрмыз. Өлеңнің несі бойынша. Егер құстың қанаты лайға былғанса, ауыр балшықтарға, Это как будто бы вот этот лай вот так вот. иә, ол ұша ала ма аспанға? Жоқ. Иә, ол ұша алмайды, иә. Сондықтан да біз айтамыз, құс қанаты лайға былғанса, ешқашан ол көкке ұша алмас. Но человек может помочь. Да. Сондықтан біздің егер сөзіміз шыншыл болса, если у нас слова будут правдивые, онда біздің жанымыз дамиды. Естіп тұрсың ба? Егер біздің сөзіміз шыншыл болса, дамиды. Если наши слова будут правдивы, то наша душа будет развиваться. Давайте, енді сендер мағынасын түсіндіңдер ғой? Бірге айтып көрейік өлеңді. И все. Алпеке, қараңдар, тағы бір сөздер бар. Кеме. Кеме деген білесіздер ме не? Кеме деген қайық. Который в море плавает. Корабль. Корабль. Вот представьте, как корабль должен плыть по морю? Что ему помогает? Вода. Вода и парус, да, апамыз? Парус. Ол желкен деп аталады. Егер ол желкені жыртық болса, оған жел деп үрлегенде тесіктен өтіп кетеді де, қайық жылжымайды, орнында тұрады, ол жүзе алмайды. Ал егер сендердің көздерің жабық болса, сендер ақиқатты көре аласыңдар ма? Ақиқатты көре алмайсыңдар. Көзіміз ашық болу керек ақиқатты көру үшін. Сондықтан тағы да бір өлеңді осы айтып көрейік. Вот нечистое зеркало. Смотрите. Смотрите сами на себя. Окей. Там очень далеко. Можно посмотреть? Посмотри, мама. Теперь мы сосредотачиваем свое внимание на песне. Чуть-чуть отвлеклись, чуть-чуть немного развеселились. Так, Пошли с классно. меня, папа. Енді алпамыз, ана сосредотачиваемся, өлең айтамыз. Ал қазақша, айна бетінде не тозаң болса, күн сәулесі көріне алмас. Көріне алмас. Құс қанаты лайға былғанса, құс қанаты лайға былғанса, алпамыз. Құс қанаты лайға былғанса, қайталайық. Қанаты лайға былғанса, ешқашан көкке ұша алмас. Ешқашан көкке ұша алмас, иә? Егер сөзіміз шыншыл болса, жанымыз біздің дамиды. Сен, Айман, ұзақ сөздермен емес, сөйлемен емес, екі сөзбен айтсай, сонда қайталай алады балалар. Егер сөзіміз шыншыл болса,
егер сөзіміз Егер шыншыл болса, шыншыл болса, жанымыз біздің дамиды. дамымыз бізде дамиды. Шындық, қасиеттердің негізі. Жанымыз біздің дамиды. Ал енді өлеңді айтып көрейік. Алпеке, жаным, өлеңді айтып көрейік. Біздің болса, күн сәулесі көріне алмас, құс қанаты лайға бұлғанса, ешқашан ол көкке ұша алмас. Егер сөзіміз шыншыл болса, жанымыз біздің дамиды. Шындық қасиеттердің негізі, жанымыз біздің дамиды. Шындық қасиеттердің негізі, жанымыз біздің дамиды. Кеменің желкені жыртылса, ол енді алға жүзе алмас. Көздеріміз көлеге ленсе, ол ақиқатты көре алмас. Егер сөзіміз шыншыл болса, жанымыз біздің дамиды. Шыншылдық істердің негізі, жанымыз біздің дамиды. Шындық қасиеттердің негізі, жанымыз біздің дамиды. Мықты. Енді менің ойымша сендер осы жолы түсінген сияқтысыңдар, иә? Жан. Что это было такое, что? Басқа өлең ба? Бүгін біздің цитатамыз, бүгінгі біздің тақырыбымыз өлеңнен түсінгендей дәйек сөзіміз. Біздің дәйек сөзіміз, цитатамыз. Мен қақсарып қайда? Айман? Я? Дәл өз. Жүрдер. Бүгін біз шыншылдық деген қасиет туралы оқимыз. Ол адамның ең негізгі қасиеттері. Бүгін бізде шыншылдық деген тақырып. Негізі шыншылдық деген ол өте маңызды және негізгі қасиеттердің бірі. Мысалы, біз кейбір адамдар шындықты айтуға қорқады. Содан олар өтірік айта салады. Біз мысалы кішкентай нәрсе істесек дағы, біз шыншыл болуымыз керек. Егер кішкентай нәрсе дұрыс емес жасасақ дағы, оны бізді алпамас білесің ба? Құдай көріп тұрады. Сенге даже кішкентай бір дұрыс емес нәрсе істесең де, оны көріп тұрады. Ал шыншылдық егер танытсаң, қорықпай өзіңнің не істегеніңді, ойыңды айтып отырсаң шындықты, онда сен Құдайға қарай жақындайсың қайта. Құдайға қарай жақындайсың. Мысалы, Анара, осыны цитата жаттап алайық. Бүгінгі цитата. Шыншылдық адамның барлық ізгі қасиеттерінің негізі. Кстати, я придумал, как это выучить. Ал енді Как выучить? перемешка қоямыз, сосын барып дұрыстап қоюымыз керек. Бізге кішігірім ой болады, барлығы болады, араласып. Мама, я вообще думаю, вот так просто нажимать на них, как вот это. Я солай. Ал енді бірінші нетеміз. Шыншылдық. Ал табылды шыншылдық деген. Вот. Шыншылдық адамның. Кто же Адам идет? Адамның. Вот это. Адам. Сен де бұлай қойыңдар. Осылай қойыңдар. Шыншылдық Адамның. Бұлай керек. Адамның барлық ізгі
Ізгі. Қасиеттерінің негізі. О, енді бізде цитата шықты. Ал Анара сен оқып көр, сосын Алпамыс оқып көр. Шыншылдық. Адамның барлық ізгі негізі, иә? Ал Алпамыс сен оқып көр. Шыншылдық адамның барлық ізгі қасиеттері негізі. Енді оны біз қарамай айтайық. Мама, Қарамай айтайық. мама, я хочу вот так. Ну давай, ал. Мені қалай істеймін? Сенің айтқаныңды істеймін. Қалай жаттаймыз? Бізге жаттауға не көмектеседі цитата? Вот это. Соединяем все. Первое. Шыншылдық. Адам. Я первое начну. Осыны айтып отырамыз, иә? Не, можно так вот. Шыншылдық. Адам. Барлық. Ізгі. Так вот можно? Давай. А вот тут что? Қасиеттерінің негізі. Ал. Шыншылдық адамның барлық ізгі қасиеттерінің негізі. Кстати, я хочу запоминания, по чуть-чуть. Шыншылдық адамның барлық ізгі қасиеттерінің негізі. Керемет. Ал енді қараңдар. Шыншылдыққа мен сендерге пример айтайын. Ой. Родриго ыдысты сындырып алыпты. Сосын мамасы сұраған кезде ол өзінің сындырып алғанын айтады. Родриго шыншылдық қасиетін көрсетеді. Екіншісі мысалы Майори деген қыз, Алпамыс, Майори деген қыз күні бойы ойнап, сабағын үй жұмысын істемей қояды. Содан ертең ағайы көңіл күйі түсетін білсе де, ол шындықты айтады. Сабақ неге істемегенін себебін айтады. Көп ойнадым далада дейді. Майори шыншылдық қасиетін Я придумала игру. Беке, сен естідің ба? Я придумала игру. Алпамыс, у нас сейчас не игра, у нас сейчас запоминаем фразы. Айттық, енді ізгі қасиетке секіріп. Стой. Нам нужна нога слишком грязная. Я сейчас пора сказать. До скольки, что я попадаю, то я расскажу. Давай, ізгі қасиет. Ізгі, бірақ ізгі өзі жалғыз емес, ізгі қасиеттер деген бірге келеді. Мен сендерге пример айтайын, иә? Ізгі қасиеттерін. Алпамыс, тыңдай ғой. Ты скажи, кто попал на них. Ізгі қасиеттерді сенің бойыңда шыншылдық, махаббат, жомарт деген қасиеттер бар. Осы жомарттық, мейірімділік деген қасиеттер ол ізгі қасиеттердің қатарына жатады екен. Мысалы, бір адамның көңіл күйі түсіп отырады. Содан оның досы Линпин анара келеді, досына келіп, оның көңілін көтермекші болып таза жүректі
білдіреді. Қалы қалай деп бәрін сұрайды. Сондай ол өзінің ізгі қасиеттерін білдіреді екен. Ол деген мейірімділігі, таза жүрегі, жарқыраған жүрегі, сол ізгі қасиеттерге жатады. Ал енді келесіне. Енді негізі дегенге секірмек айтамын. Ой, алыс қой бұл өте. Жақындатайық. Нәскиіңді шеш, Алпеке. О, негізі дегенге жету үшін нәски шешу керек. Негізі? Анар, давай начинай. Анар, сен де нәскиіңді шеш. У меня скорость как у гепарда. А почему так далеко тут? А стойте! А почему мы не можем наоборот это переставить оттуда, чтобы был больше разгон? О, жеттің ба? Давайте Қызым? Наоборот, чтобы она... Все, наоборот. Вот это сюда, а вот это сюда. Бойында... Это вот сюда, а вот это вот сюда. Анара, оттуда мы начинаем. Я первый. Анара, разгон отсюда начинается. Анау, шетінен секіріңдер, қағаздың шетіне. Анара, ізгі. Рассказывай, Анара, ізгі. Ізгі қасиет айтып қой жаңа. Точно. Барым, ашылдық и ізгі, значит, умираем. Из развода. Анара, отойди. Сейчас будет моя очередь. Раз, два. Негізі. Қарда, негізі деген сөздің мағынасы, сендер үй салатын кезде оның қабырғаларын қоясыңдар ғой. Бірақ алпамыз қабырғасын нақты тұру үшін, Анара, үйдің қабырғасы. Қазір секірмейміз, бірінші мен түсіндірейін. Не, мама, ты сразу говори то, что сколько Анара выбил, сколько я выбил. Алпамыз, сендер секіріп болыңдар ғой, енді мені тыңдаңдар, иә? Да. Негізі деген сөзді түсіндіріп берейін. Негізі деген үйді салатын кезде қабырғалар болады ғой. Пожалуйста, я. Ол қабырғалар тұру үшін бізге астына фундамент салу керек екен. Қараңдар, бірінші біз үлкен тастарды былай жерге саламыз. Деп қоямыз. Арасына цемент құямыз. Деп цемент қоямыз. Сосын қабырғаларды көтереміз. Хоп. Сонда біздің үйдің қабырғалары құлап қалмайды екен. Анау үйдің фундаменті. Ол үйдің негізі болады. Мықты негізі болады. Негіз деген сол. Ең керегі төмендегісі құламайтын нәрсесі. Сосын, мысалы, сендер оқу үшін, сендерге не керек? Оқу үшін әріп білу керек. Кітаптағы әріптерді сендер әріпті қалай дыбысын білу керексіңдер. Яғни әріп пен дыбыс ол оқудың негізі. Сендер оқу үшін А, Б, В деп әріптің дыбысын және әріпті білу керексің. Қалай оқылатын. Сонда ол оқудың негізі. Түсінікті ма? Негіз деген не екен? То есть основа. Без букв, если вы не будете знать букв, вы не сможете читать. Бүгін сендер өздерінің әріптер жақсы білетіндеріңді көрсеттіңдер. Ал енді соңғы момент Анар секрет, содан кейін барып бізде Стойте! Стойте! Анара, Анара. Окей? Прямо все убегают. Анара! Ал оқиғаға да жетіппіз. Бүгін шыншылдық тақырыбындағы оқиға болады. Бір бала өмір сүрген екен. Ол баланың әке-шешесі жұмыста болыпты. Содан балаға айтыпты: сен қойларға қарауың керексің деп, ауылдың адамдары барлығы қойларын оған беріп, жайлауға жіберіпті. Жайлауда жатып, іші пысып кетеді. Не істесем екен деп ойлайды. Ішім пысып кетті, күлім деп жатыр дейді. Сосын ойлап таптым дейді. Қасқыр, көмектесіңдер, қойларға қасқыр шапты деп айғайлайды. Адамдардың барлығы ауылдағы есік қалатта андай қалай айтады, күрек, таяқ, солардың бәрін алып жүгіріп келеді. Қараса,
ештеме жоқ, ешкім жоқ, қойлар жай бірақ Я это знаю, скажу. ал анау бала болса қалып Надо сказать ладно. қаңқылдап күтіп А чё? ары қарай тыңда. А мальчику было скучно. Жаным, ары қарай тыңдаймыз. Содан кейін қайтадан бәрі өй мына бала не сұмдық мынада не қылған тірлігі деп жаңағы шулайды, кетіп қалып ашуланып. Содан кейін екінші күні тағы шыпса, тағы да соны істейінші деп ойлайды, тағы да қарайды. Қасқыр, ойбай, көмектесіңдер дейді. Сөйтеді, барлық адам емес, енді кішкене бір-екі адам келеді екен. Келсе, түгі де жоқ, қасқыр да жоқ, ештеме де жоқ. Бала қайтадан күліп жатыр, қарқылдап. Содан балалар, өй, сен бе тағы да қалжыңдап жатқан дейді да, бұрылып ашуланып қайтадан кетіп қалады. Содан бір күні отырса, шынымен қасқыр келеді. Қасқыр келіп, ана қойлардың барлығы деп талай бастайды. Содан қорқып кеткен бала айғайлайды, қасқыр деп айғайлайды. Бірақ ешкім келмейді көмекке. Сөйтіп қасқыр барлық қойды жеп қояды. Анау бала болса әзер қасқырдан құтылады. Мама, у меня Слушай, вопрос. А почему в этой сказке 2 доверия, а в нашей реальной жизни 3? А за что одно нам доверили? Содан жаңағы өте жақсы сұрақ алпам, сосын жауап беремін. Сосын бала түсінеді. Егер мен өтірік айтатын болсам, бір күні маған әке шешем де, ағайын туған, достарым да, ешкім де сенбейтін болып қалады екен ғой, деп ойланып түсінеді. Тек қана шындықты айту керек екен, сондай түсінеді. Бірақ әрине оның әке шешесі оны жақсы көреді, өтірік айтса да. Бірақ ол өз түсінеді. Шыншылдық адамдардың сенімі ең қымбат нәрсе екенін түсінеді. Поэтому с доверием нельзя играться. Да, сынок? Да, из-за что ты говорила, у меня уже слезы идут. Да, слезы. Ты за его пожалела, да? Да, он понял. Я из-за радости заплакала. Да. Ай, жаным, сондай сезімді алыз. Алпамыс, қалай ойлайсың, неге біздің өмірде тағы да үміт береді адамдарға, тағы шанс береді? Потому что Бог доверился. Мама, у меня вопрос таки, что почему нам 3 доверия дали? А не 2, как в сказке. Потому что нам хочется доверять людям. Так что мы доверили Да. им целое одно. Да. Нам хочется дать еще шанс, еще довериться ему. Себебі біз ешкімге сенбесек, онда өмір сүру қиын болады ғой. Без доверия очень сложно жить. Вот, например, а мама, можешь дать мне шоколад? И ты говоришь да. И ты таки не покупаешь. Ты один шанс мне даешь, потом еще что-то просишь. Сосын тағы мен істемеймін. Сосын тағы да бір доверие бересің. Тағы да мен егер сені алдасам, сен сосын ішінен ойлайсың, мамаға айтып керек емес қойшы, ол бәрібір істемейді оны. Мама, знаешь Мам, что? семьи У меня нет. такое есть, но я до сих пор ему доверяю. Сондай досың бар. Знаешь, я знаю, кто это. Я скажу. Это Балалар, енді келесі біздің балалар сабағының элементі ол ойын. Бүгін біз живой сурет, тірі сурет деген ойын ойнаймыз. Оның басты шарты мынадай. Барлығымыз қатарға тұрамыз. Тигеміздағыны ең артында тұрған адам былайдан арқаларына сурет салады. Былайдан бір сурет салады.
сол суретті сен өзіңнің алдыңда тұрған адамның арқасына қайталауың керек сол суретті. Сосын ана аппараттағыны сол суретті мынау немен фломастермен мына жерге соның суретін салу керек. Жарай ма? Окей, тогда знаешь, этот фломастер рисуем сзади вот так. Жоқ, фломастер қолмен саламыз. А почему? Фломастером интересней. Ал кеттік. Ну, зато такие сделаем. Бірінші, мен алпамыстың арқасына бір сурет саламын. Сол суретті алпамыс. Сен тура сондай қылып анардың арқасын салуың керек. Ал кет. Келесі ауысамыз енді. Енді тұра тұр. Алпамыс енді мына жерге сен сал. Қандай сурет? Сал, ананың арқасына. Мына жерге алпамыс, мына жерге мен саламын. Я вот это рисовала вообще. Я вообще это рисовал. Ал мен алпамыстың арқасына не салдым? Большое сердце? Я угадал папины. А ты мой не угадал. Я же тебя вот так Давай, енді орнымызды ауыстырамыз. Орнымызды ауыстырамыз. Енді анар артына бар, алпамыс алдына. Давай. Анар мен арқама сал, сурет сал. Тағы да салшы, түсінбей қалдым. Рисуй. Ал кеттік. Окей. Давай посмотрим, что. Былай тұр, Анар, камераға көрінбей. Да, я правильно вот это Давай, написала. мен не салдым алпамыстың арқасына. Анар, А ты? сен не салдың? Тағы да орнымызды ауыстырамыз. Кетті. Енді мен қалай? Нет, ты. Мен салам, да? Аррақ тұрымды, кішкене аррақ тұрымды. Аррақ, қал, давай. Не, на мне. Такая маленькая, не филфуда. Ну, пиши. Ну, пиши. Сөз жоқ. А папа? Точка ма просто? Да. Точка. Она Анар, радуется. сен не сездің арқаңда? Точка. Алпамыс, сен не салдың? Точка. Догадался это простенько сделать. Ал енді усложняем уровень, да? Так, енді усложняем. Картина. Опять моя. Теперь картина. Давай, мен қиынырақ саламын. Қиынырақ сурет болады, дайындал. Давай. Берген, алпамыс, маған жақыннан тұршы. Это слишком далеко. Былай, тартып тұршы менің көйлегім. Ой, футболкам. Давай, салам. Стой, еще раз. Вот так. Пойдем. Это что ли? Алпеке сал. Сен не сездің арқаңда? Кейін аррақ түсір, аймам. Түсініксіз болып тұр, не салып отырған. Мына жақтан түсірші кішкене, мына жерден. Ол жерден көрінбейді не салма. Мына жақтан түсір. Солнце. С. Как это значит Казахстан? Птицы. Мен алпамыстың арқасына негізі мынадай күн салдым. Шуақтарымен. Ну, я солнце угадал. Астына тау салдым. Сосын оның қасынан өзен салдым. Ағылатқа.
Вот, осы. Ладно, рабочий сеанс. Ал енді тағы да. Осы тағы да бір несін істейік. Ал кеттік. Кім артына кім тұрады? Ана арқасына артына тұр. Я готов писать. Так, қиынырақ студент болсын, ана. Жарай ма? Қалай, Кто эти странные? Не мешай, опеке. Все. Тағы да, опам үстіне помешал, алға қарап. Тағы да, ана. Түсіндім. Давай, Албеке. Что? Сала ғой, Албеке. Я не вот это вот писала. Ты что писала? Не такая вот такой вот. Она, ну все равно, это В каком смысле? Ну все равно это одно слово. Дұрыс. Это одно же слово. Да. Я закрыл на маму. И все, мама. Осымен ойын бітті. Ойын деген элемент. Последняя, вот смотрите, последняя строчка. Балалар сабағының келесі элементі ол сурет салу. Балалар, бүгін біз Мариам Диканчиева деген суретшінің осы балалар сабағына арнап дайындалған Кстати, суретін вот рисовка саламыз. урока. Так, бұл суреттің мағынасын қазір бізге Айман айтып кетеді. Алтыке саған бір копиясы. Бір копиясы Анарға. Біреуі Айманға. Біреуі маған. Ал, балалар, қалай ойлайсыңдар? Бұл жерде... Давай, Айман. Айтып кетесің бе, или сұрақ қоямыз балаларға? Ана суретке қарайықшы, мұқият қарайық. Не көріп отырсыңдар онда? Я вижу, что... Алпам сайтқысы кеп тұр бірінші. А кто это рисовал? Мариам Диканчиева. Не, если правда, кто сейчас вот карандашом обводил? Мариам Диканчиева. Мариам Диканчиева это нарисовала. Откуда у нас это? Я распечатал. Айман, қоя бір сұрағым. Анара, сен мында не көріп тұрсың, айтшы? Я вижу, как у этой женщины упал кошелек, и этот мужчина увидел и поднял и ей дал, а не забрал себе домой. Яғни бұл бала қандай қасиет көрсетіп отыр? Правдивость. Қазақша? Правдивость. Қазақша жаңа? Шындық. Иә, шыншылдық, иә? Ол шындық айтып, қызға қайтарып беріп жатыр. Қараңдаршы, осыны тауып алған бала қандай көңіл күй, қандай қайтарып беріп жатқан баланы? Жақсы. По глазам видно, да, что он радостный, да, что он возвращает. Қуанып тұр. А мынау әйелше қандай сезімде болып тұр? Типа старомодно. Бүйтіп таңғалып тұрған жоқ, деп тұрған жоқ па? Ой, деп тұрған жоқ па? Ой, кошелегім жоқ екен, деп, иә? Ал енді бастайық бояуды. Мен де бастаймын. Вот мой рисунок. Папочка всегда красный видел. Да, мама, ты даже? Как красно плохо пишет. С другой стороны, мам, я лучше с другой стороны. Это уже лучше. Типа радость дает ему. Прикольно. Вот прикольная интерпретация. Оно не бар ғой, алпамыс. Цветы, наоборот, когда они были сухими, их разлило водой, кстати. И они начали на солнце греться. И заодно купаться. Қызық екен.
Алпеке, может, Біз суретіміз салып жатқан кезде алпамыс барып легодан не жинап келдің Алпеке? Айтып берші. У девочки из кармана упали денежка. И мальчик захотел помочь. Ну-ка, түрін көрсет баланы. Точно. А Стив, Мына сурет и қой. он хочет дать ей. Қандай күшті Алпеке. Да, но все равно это классно. Екен. Сурет салып біттік. Анардың суреті сондай әдемі. Барлығын детально салыпты. Баланың шашы мен ана әйелдің шашын сарығып салыпты. Европоидтар сияқты да, қызым? Как русские. Я же русских таких. Ана, Айман. менікі шаштары қоңыр. Бар қазақтар сияқты. Алпамысты ең ерекшесі айтып бересің Алпеке? Не істедің сен? Я построила персонажа. Вот. Көрсет, көрінбей тұр. Вот. Алпекең персонаждар істепті. Жарайсың балам, ерекше. И Стив. Алекс. Так, ал менікі болса, менің суретім мынадай. Көрініп тұрған жоқ па? Да, чуть-чуть.